Роллан Аскарбеков әнші, биші, композитор кіріспе. Роллан Аскарбеков талантты және жан-жақты әртіс. Ол өзінің жарқын қойылымдары мен шығармашылық тәсілінің арқасында танылды. Оның қызметі ән айту, би билеу және музыка жасау сияқты бірнеше өнер салаларын қамтиды. Мансап және жетістіктер. Роллан Аскарбеков өзінің мансабын әртүрлі музыкалық және би жобаларына қатысудан бастады. Өзін заманауи өнердің жарқын өкілі ретінде тез танытты. Оның ерекше стилі мен харизмасы кең аудиторияны тартады. Әнші ретінде Ролланның күшті дауысы және мәнерлі орындау тәсілі бар. Оның композициялары әуезді және терең, бұл оны әртүрлі музыкалық жанрлардың жанкүйерлері арасында танымал етеді. Биші би саласында ол өзін дәстүрлі және заманауи стильдерді үйлестіре алатын талантты биші ретінде көрсетті. Оның қойылымдары көбінесе көрермендерді қуантатын жарқын хореографиялық нөмірлермен сүйемелденеді. Композитор Роллан сонымен қатар музыка жасаумен айналысады. Өз қойылымдары үшін және басқа суретшілер үшін композициялар жазады. Оның музыкалық стилі өзіндік және эмоционалды. Әсері және танымалдығы. Роллан Аскарбеков өзінің жан-жақты талантының арқасында қазіргі мәдени кеңістіктегі көрнекті тұлғалардың біріне айналды. Оның шығармашылығы жас ұрпақты шабыттандырады және ұлттық музыка мен би сахнасының дамуына ықпал етеді. Қорытынды Роллан Аскарбеков әнші, биші және композитор рөлдерін сәтті үйлестіретін әртістің жарқын үлгісі. Оның жұмысы жанкүйерлерді қуантуды жалғастыруда және өнердің дамуына айтарлықтай үлес қосады. Егер сізге Роллан Аскарбековтың нақты жобалары мен жетістіктері туралы толығырақ сипаттама немесе ақпарат қажет болса, нақтылаңыз. Роллан Аскарбеков жастайынан бала кезінен бастап ән айтуды армандады. Ән жазу оның бойынан ержеткенде байқала бастады. Тым ұялшақ мінезімен ол өнерін ішінде сақтады. Спортқа көп көңіл бөлді. Спортпен айналысты. Оның ішінде еркін күрес және бокспен айналысты. Шетелдің экшн, боевик фильмдерімен сусындап жүрді. Кейін уақыт өте келе мектепте 7-8 сыныптан бастап 80-90 жылдардағы әншілердің аудиокассеталарын алып, оны қайта-қайта тыңдап, бірге қосылып ән айтып, оның ырғағымен билей бастады. Мектепте ән айту конкурсынан жанды дауыста ән салып, бірінші орынды иеленді. Студент кезінен бастап Европа плюс радиостанциясы қосып, оны тыңдап, ән мен биді қоса алып жүрді. Кейін оқуды бітіргеннен кейін де колледжде оқытушы болып қызмет атқарған кезде де сол колледжде мейрамдар мен түрлі конкурста да ән салып, көпшіліктің назарын өзіне аударды және жас оқытушылар қатарында да түрлі ән би кешінде ән салды. Көпшіліктің қолдауына ие болды. Мұнымен тоқтап қоймай, 2019 жылдан бастап студияға ән жазуға барады. Содан бері студияда 2019 жылы 1 дауыс, 2021 жылы 8 дауыс, 2022 жылы 3 дауыс, 2023 жылы 10 дауыс, 2024 жылы 5 дауыс, 2025 жылы 1 дауыс жазылды. Барлығы 28 дауыс. Оның ішінде 8 дауысы авторлық ән, қалған 20 дауыс 80-90 жылдардағы дискі, 80-90 жанрындағы ағылшын және қазақ тілінде кавер орындаулар болды. Барлығының бейне клиптері түсіріліп, YouTube арнасында сақталды.